директордан бастап. Директордан завуч бар ма? Сосын ол мекеннің коллективінен бір адам сөйлесін. Сосын достардан бір адам сөйлесін. Иә? Сосын қалғандар қосылады, сосын конверті бар, ақшасы көп адам біреу сөйлесін. Сосын әдемі біреу сөйлесін. Сосын жасы үлкен біреу сөйлесін. Сосын түрі онша емес бір адам сөйлесін. Қалжың айтамын. Ал бәрекелді кімнен бастаймыз? Тәте сізден бастаймыз ғой деймін. Қалғанын болмасын. Ал бәрекелді тойыңыз құтты болсын. Құрметті қалған қонақтар, Шолпан баяғыда біздің кезімізде жан досым деп едік, сол жан досым ғой. Әрі класстар 10 жыл мектепте бірге оқығанбыз. Шымкенттен келіп отырмыз. Сұрақтарыңызға айтасыз бұл әндерді. Біріншісі қыз болса, ырысы бар солай еді. Қызымда келінді өзіне тапты. Екеуінде ырысы мол екен. Ол мекен айдана қайда? Екеуінде ырыстар мол екен. Айдың екеуінде. Құлақ қаласа енді мына жақта ұлдарың моншақты, қыздарың моншақты бола берсін. Барлықтарына осы қой жұмыс бола берсін. Дастарханның әр бірін тек жақсылық үшін жайсын. Тек қуанышына куә болдыру керек. Сол үшін енді бар, жақсы енді бұндай кезде қоғыз сөзді таппай қалды. Тыныштық аманшылық болсын сол. Жалпы естідіңіздер ма? Атчо шапалақ жоқ. Бар келді. Келді, бағаның бір ойынға атсалысып. Тем более конверт бар екен, келіңіз. Жаным, байлар жақсы көрім бар ма? Ал бәрекелді тойыңыз құтты болсын. Бірінші бересіз бе, жоқ маған бересіз бе? Шолпан апай, құрметті тойға жиналған қауым, сіздердің осы тойда сіздер адамдармен бірге Шолпан апайдың тойын бөліскеніме өте қуаныштымын. Біз Шолпан апайдың коллективіміз, екінші отбасымыз деп айтсақ болады. Шолпан апайдың алдында біз әр уақытта басымызды иеміз. Ол кісі осындай қыз өсіріп тәрбиелеген, солардың мадағына, солардың қызығын көруге лайықты жан деп ойлаймыз. Шолпан апайымыздың сырты қандай әдемі болса, іші де сондай әдемі. Әр уақытта біздің коллективімізде қайсы біріміздің болса да кішкентай қуанышымызға 4 жыл өлеңін дайындап, үнемі қуантып отырады. Сол тілектеріңіз, елге шашқан нұрыңыз өзіңізге мың есе болып қайтып келе берсін. Осы ұл қызыңыздың қызығын көре беріңіз. Қыз өсіріп, ұл өсіріп отырсыз. Енді немерелі болып отырсыз. Шөберенің де қызығын көріңіз. Бүгінгі тойыңыз тойға ұласа берсін. Біздің коллективіміздің атынан шағын сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыз. Осы жерде азаматты оқытқан ұстаздары да осында келіп отыр. Ол кісілер де бір ауыз тілегін айтсын. Тамады жоқты бастап кетті. Шолпан апай, қос тойыңыз міне құтты болсын. Кеше ғана азамат алдымызда кішкене бала еді, 5-ші классқа келген есімде, кішкентай ғана бала еді, міне өсіп өніп, сол немере сүйгізіп жатыр сізге. Ұзағынан болсын, үбірлі-шүбірлі болып көбейе беріңіз, өсіп өне беріңіз. Өздері өнерлі, екеуі де ұлыңыз да, қызыңыз да, келіп немерелеріңіз де сондай өнерлі болсын, алар асулары көп болсын. Мектепке барып жатқан немереңіздің қадамы құтты болып, озат оқушы болсын. Ал азаматтың қызы ол да биіктерден көрінсін. Сізге тек қызығын көрсетсін. Сіз осы еңбектен осындай дәрежеге жеткіздіңіз. Одан да биік, дәрежеңіз биік бола берсін. Жемісін көре беріңіз осы. Өсіріп отырған ұл қызыңыздың, немере шөберелеріңіздің. Примерно не айтқанын түсіндіңіз ғой сіз, главный өзіңіз түсінсеңіз болды. Кім сөйлейді тағы да? Сөйлейсіз? Ал бәрекелді. Құрметті Шолпан тәте, бүгінгі ең басты той иесі сіз. Тойыңыз құтты болсын. Өсірген ұл қыздарыңыздың
қызығын көрген деген осы ғой міне. Осыдан бір жыл бұрын азаматтың тойында жүгіріп, елдің бәрі тілеп, бесік тойда кездесейік деп тілеу тілеген болатын. Сол тілеудің бәрі Алланың құлағына шалынып, бүгін міне үлкен тойда тағы басымыз қосылып отыр. Не дейміз енді? Келесі жылы тағы да бесік тойда кездесе берейік жылда. Өсірген осы қызыңызға әрқашан тіл көзден аман болсын. Сіз батыр анасыз, батыр әйелсіз. Бүгінде енді бақытты ана болдыңыз. Үйіңізден тек қуаныш арылмасын. Немерелеріңіз көп болсын, ұрпақтарыңыз көбейе берсін. Бәрекелді, тағы кім сөйлейді? Кім звондаған? Кім звондаған? Кім сөйлейді деп отқан ғой, кім звондаған деп отқан? Сөйлесіп подружкасы, ой, подружка ғой. Подружкадан шығады, неше түрін бәріміз. Ал бәрекелді, тойларыңыз құтты болсын. Подружка деп жатсың ғой, біреуге әпке, шолпан, біреуге жеңге, біреуге жаңағы дос, ал мен үшін достар бір жағынан шопингтен еркелікті. Жасаған тойларың құтты болсын. Екі баланың, екі құлының қуанышына тоймай жүре бер. Үнемі үлкен белестерден көрейік. Сен алмаған белестерді осы екі құлының алсын. Міне осы балалардың қуанышына, қызығына тоймай жүре бер. Кішкентай келе жатқан артынан балапандарың үлкен азамат бол. Солардың тойына, солардың үйлену, жаңағы қызды ұзату деген сияқты тойлардың біз куәсі болып жүре білейік. Рахмет, подружкасы бәрі күшті сөйлейді екен ба? Сіз де сөйлейсіз бе? Сөйлеңіздер. Біздің ұлдекеннің құрбылары боламыз. Барлық қуанышты осы үйде болып жатқан Шолпан тәтеміздің барлық қуанышына ортақтасып жүрген қыздарымыз енді бүгінде жүрегімізді қолымызға алып ұшып келген жайымыз бар. Шолпан тәте отбасымызда бүгін жарып жатқан ақтердің қарны майлы болсын, берекелі болсын. Қолымыз бесік тербетуден талмай әйтеуір әрқашанда айдана сізге егіз қос ұл туып берсін деп тілейміз енді келесі жылы қоштардай қос ұл туып берсін деп. Ұл некеміздің Алла маңдайына бақ берген, жұлдыз берген, Сержан екеуі бақытты болсын. Бүгін мына Үнжұғамыздың мектепке қадам басқан қадамы құтты болсын. Құдай қаласа аман-есен алтын белгі иегері болсын. Диплом алған кезінде бірге тойлайық. Сіз сол кезде үлкен әже болып отырмыз. Немерелі шөберелі болуды тілейміз. Ұлыңыз бен қызыңыз көзіңіздің ағы мен қарашығындай болса, осылардың тұңғышында, кенжесінде сіз өсіп жетілдіріп, осылардың үлкен құдайы болып, жаңағы бесікке салу рәсімін атқарып отыруды сізге Алла нәсіп етсін деп шын Обязательно барлықтары сөйлеу керек па? Қосыласына болмай ма? Қалжың айтамын, барлықтары сөйлеңіздер болады. Сөйлейсіз, бір беретін адам сияқты сөйлемеймін. Болды ма? Бердіңіздер ма беретін нәрсені? Ал бәрекелді. Міне бүгін коллектив алдыңыз ба? Көңіліңізде қанша берді? Бәрекелді. Ұлдарыңыздың білегі мықты, қыздарыңыздың жүрегі тіпті, келіндеріңіз бір балаға жүкті болсын деп тілейміз. Міне өздері біледі, жайғаспаймыз. Сіздерге қазір арнайы Ұлбекен би шоуы, ән шоуы айтады қазір. Ұлбекеннің қыздары Папури айтады, ортада билейсіздер. Жақсы билеген қонаққа жақсы бір сыйлығымыз бар дейді арнайы Айдана ханымды. Айда. Бәріміз ортаға биге шығайық, көңіл көтерейік.
Sizlerin koşemetlerinize şak. Nemereleri, şöbereleri, şöp-şöptün nemereleri olsun. Al barışa, ağaydılsar bağlar, şakıramız arnaya, şapalaklarınızı. Barakelda. Al barakelda toyunuz kutlu bolsun. Mına kelgen konaklarga aytar sözünüz bolsa, aytатын nazınız bolsa, alıp kelgen padarксы az bolsa, betine basıp aytatына şans болуп турат, e? Al barakelda. Toyunuz kutlu bolsun. Rahmet. Dağdırtmadı kişiler kurmetті. Құдағиларым, туған туыстарым, нағашыларым, ұжымым, достарым, барлықтарыңызға мені сыйлап бүгінгі осындай қуанышым жаңа айтып отыр ғой. Ақтеннің қанын жарған қуанышыма бірге жаңа майлы болсын деп жатыр, майланып бірге үйге келгендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға басын деймін, келгендеріңізге гүл бітсін, жүрген жерлеріңізге нұр болсын, әрбір күніңіз мерекелі болсын. Барлықтарыңыздың үйіңізде осындай тойлар болсын. Ұжымым сіздерге ерекше рахмет. Сыйлар, Шолпан апай деп бәріңіз келгендеріңізге. Барлығыңызға басын деймін. Құдағилар, жаңа туған туыстар, жалпы келген, тойға келген қауым, мынау қызмет жасаған ұлым мен қызымның жаңа бірге істейтін өнер қырандарының барлығына үлкен рахмет айтамын. Барлығыңызға басымды иемін. Тойымыз әлі жалғаса береді. Барлықтарыңызда той көріңіздер, дендеріңіз сау болсын, бірінші барлық денсаулық. Осының барлығына денсаулықтың арқасында дендеріңіз сау болып, осы қызықты өмірдегі барлық қызықты, мен айтамын, осы отырғанымыздың өзі өмірде қамшының сабындай кішкентай ғана өмірде мынау ғанибет той картинасы отырғанымыз. Не дейсіздер, дұрыс па? Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға.